Мына видеоны жазудан мақсат реалити шоудың 3-ші сериясын біз түсіруіміз керек еді. Бірақ өкінішке орай Ернұр кез келген бизнесте бастайтын кезде қиындық болады. Қателіктер көрдіңіздер, бірнеше қателіктер болған. Ал біз Ернұрға келе жатырмыз. Қаражатым болмады оған. Мен істейтін нәрсем уже сұрау өтіп кетті. Ернұр оңай болмайды. Тағы қандай қиыншылықтар болды? Бәрі нормально ғой. Қиыншылыққа төзуге дайын болыңыздар. Так, не істейміз? Мына видеоны жазудан мақсат бізде бір жағдай болып тұр. Соны біз айтуымыз керек болып тұр. Реалити шоудың бұл 3-ші сериясын біз түсіруіміз керек еді. Жалғасын. Бірақ өкінішке орай біздің кейіпкер Ернұр біз беріп жатқан тапсырмаларды орындап жатқан жоқ. Біз қанша контроль жасасақ та, қанша бақылау жасасақ та, және қаншама тапсырма берсек те ол орындап жатқан жоқ. Сондықтан енді осы жобаның кейіпкерін ауыстыруға тура келіп жатыр. Яғни бізде уақыт жоқ, оны күтіп отыратын. Біз енді басқа адаммен жұмыс жасауымыз керек. Енді осыны Тәкеңе айтайық, соны жүр Олжас. Айтайық барып. Осындай болып жатыр. Ал көрейік Тәкең қай жерде екен. Осыны айтайық енді. Так, жоқ. Ал, мына жақта жүрген. Ал, қалайсыздар? Қалайсыздар? Бір жаңалықтармен кеп қалдық. В общем, бізде білесіз, реалити шоу деген біз кейіпкеріміз бар еді, Ернұр. Ернұр тапсырманы орындамай жатыр, оны өзіңіз білесіз. Группа бар, бізде чатта тапсырмалар бар. Оның тапсырманы беріп жатыр, бірақ ешқайсысы нәтиже жоқ. Ернұр сабақ қосылды ма? Иә, қосылды. Ернұр сабаққа қосылды, куратор бар, өзіміз жаңағы сабақтарға да полный доступ бергенбіз, бірақ нәтиже жоқ. Енді осыны бұл жобаның кейіпкерін ауыстыруымыз керек. Яғни біз оны күтіп отыратын, бізде уақыт жоқ. Сондықтан енді шешім сол. Инстаграмда мен ана безендіру деген нәрсені вообще істей алмаймын мен. Тек Инстаграм ашайын, аккаунт ашып, видео көріп, сондайға не қылмасам, қалай әдемілеу керек, сондайын бәрін білмеймін мен. Істеп сатып көру керек Ернұр, рисковать етіп. Бір екен, сол кезде көрінеді. Егер нормально өтсе, таргетке де жіберуге болады. Инстаграмдағы недерін аккаунттарын бәрін жүрші, маған таргеттер бар ма екен көрейік. Қанша теңге болыпты? Алматыда 12 болса, 12-де 20-ға сатып алады ғой, 8.000 теңге. Инстаграмда көрші, Инстаграмда бағасы қанша? Ол жасамаса, біз орны басқадан бастауымыз керек. Соны біз негізі реалити шоу отыр, камерамен келді ғой мына жерге бәрі, сол жалпы негізі. Соны айтайын деп тұрмыз. Кейіпкерді ауыстыру керек. Кейіпкерді онда не причина отыр? Не үшін Ернұр не шығармай жатыр? Так, Ернұр, қараңыз, мысалы, сабаққа доступ бердік. Так. Сабаққа доступ бердік. Бүкіл сабақтарға доступ бердік. Өзіміз консультация. Сабаққа доступ тегін берілді, дұрыс па? Тегін бердік. Қайдан, кімді, жалпы қандай затты қай жақтан алу керек екенін бәрін айттық. Анализ жасап бердік, болды. Даже таргетке рекламаға ақша береміз дедік. Бірақ егер адамда желание болмаса, адамның шынайы өзінің ниеті болмаса, оны біздің қолымыздан келмей қалуы мүмкін. Сондықтан адамның өзіне байланысты кәсіпте, кез келген кәсіпте бастапқыда қиындықтар болады. Біз оны басты ескерттік. Оған біз айтылды. Ернұр, осыған дайын болсаң, жасайсың, ары қарай жұмыс жасаймыз дедік. Бірақ оған дайын болған жоқ. Енді не істейміз енді? Кәсіптің басы оңай болмайды. Білім болады, қиналады, ұйқы жоқ болады мысалы. Соны жасап жатқан жоқ та, демек оны кейіпкерді ауыстыруымыз керек. Енді қараңыз Әзеке, ол жерде андай ғой, тегін болғаннан кейін оның құндылығы жоқ та. Тегін болған құндылығы жоқ. Бізде өзіңіз басында білесіз ғой, біз ана тест шығардық, тесттен тапсырған кейін бизнес литература ол оқымаған. Одан кейін бағана 1000-ға жуық адам болды, бірақ біз Ернұр таңдадық біздің жобадан деп. Бірақ ол рискованный болды да. Бұл жерде қате, яғни мен әрқашан қателікті мен өзімнен де іздеймін да. Біз дұрыс емес бағанада кейіпкер таңдап қойдық па деп ойлап отырмын. Таңдаған кезде біз оны дұрыс таңдау керек еді. Енді келесі жолы біз
өзіміздің оқырмандардың, өзіміздің жаңағы курстың адамнан алған үстіне. Онда битик азеге решение онда ақыр видеомен келіпсіздер, действительно реалити шоу болып жатыр. Айтпақшы достар, Жадыра ханым таныс қойыңыздар, біздің про бизнестің командасы тоже. Достар, битик азеге онда біз 8-ші лек, жалпы әр онда поток сайын біз реалити шоудан бір студентті алып, оның қалай бизнес бастайтынына біз көмектесеміз. Индивидуалды түрде, дұрыс па? Бір. Екінші, өзіміздің студенттерге. Неге? Біз өйткені ол адам біріншіден ол адамның білімі болады. Бір. Екінші, ол адам, ол адамда желание болады. Үшіншіден, ол адамда қалай айтсам болады, ол сәл болсын андай бір ақшаны төлеп нағаннан кейін ол құндылығы болады да. Біз реалити шоуға, неге бұл жобаға одан ешқандай бағанадай бағдарлама үшін, мне кажется, ондай тиын алудың қажеті жоқ. Бірақтан да курс алады, реалити шоу тегін. Просто сол кезде құндылық болады да. Былай бәрі тегін бола берсе, ол құндылық болмайды. Және де мынандай да қараңыздар, біз сабақтарға, біздің өзіміздің сабақтарға жалпы негізі үнемі біз тестпен аламыз. Тестпен немесе шешім қабылдай алатын адамдармен жұмыс жасаймыз. Яғни шешім қабылдай алатын адамдарды аламыз да, жалпы негізі барлық уақытта. Офлайн сабақ болсын, онлайн сабақ болсын, барлығы кім шешім қабылдайды, солармен ғана жұмыс жасаймыз. Бұл жерде басында біз алдандық, білеміз, біз шешім қабылдайтын адам, біз шешім қабылдай алатын адам сияқты бізге көрінді, солай айтты бізге барлығын. Бірақ түбінде ондай болатын жоқ. Андай да, азеге просто хотелки болып қалған ғой, просто хотелки болып қалған. Көп адамда осы ғой, бизнеспен барлығы айналысқысы келеді, бірақ сол бизнеске дейінгі жақсы табысқа жеткенге дейінгі қиындыққа шыдай алмай қалады. Андай ғой, достар, қараңыздар, барлығы бай болғысы келеді, барлығы бизнеспен айналысқысы келеді, барлығы нәтижеге жеткісі келеді, бірақтан да бізде де мысалы көптеген компания білесіздер ғой, қиындықтар болып жатыр, ол қиындыққа шыдай алмайды да. Сол себепті бизнес деген оңай емес. Бірінші, екіншіден, Ернұрға ешқандай реніш жоқ бұл жерде. Ернұрдан да бізге деген реніш жоқ шығар деп ойлаймын. Тегін артық. Енді біздің ниет шынайы көмектесу. Дұрыс па, Жадыра ханым, Азимбек мырза? Енді Ернұрны Жадыра ханым ойыңыз әрбір білімнің қиыншылығы болады, әрбір бизнес қиыншылығы болады керек, соны көру керек та. Егер де желаниесі бұл жерде негізінен мақсаты болмады бұл бала, менің ойымша, сол себепті осылай жарты жолдан тайынды. Бұл жерде ошибка бізден де Ернұрдан да кетті. Мен енді сөйтіп ойлаймын енді. Адам таңдаған кезде біз қателесіп қалдық. Өйткені шынымен шын ниеті бар адам болатын болса, ол жерде 50% ол уже жетістікке жететін еді. Ниеті болатын болса, бұл жерде ниетке көп нәрсе байланысты. Ниеті ол жерде просто ютубқа түсіп, қатысу және көпшілікке бір солай шыққысы келді. Қараңыздар, бізге сәл жүре берейік. 11-ші мамыр, бүгін біз 11-ші мамыр, біз оған декларация істедік 24-ші мамырға дейін. Бізде әлі 13 күн бар да. Біз бағана Азимбек мырза айтып отыр, бүгін сабақтарға, Жадыра ханым айтып отыр, сабақтарға доступтар берілді деді, тегін сабақтар, ешқандай тиын алған жоқпыз, біріншіден. Екіншіден, біз арнайы бағанадай полик сататын едік қой, полик сататын адамдармен, бағана поставщиктермен под реализация келістік. Яғни тауарды сатады, ақшасын алады, пайдасын сөйтіп барып, несін таза пайдасын алғаннан кейін барып, тауардың ақшасын береді. Соның өзінде істеп кеткен жоқ. Яғни адамда Жадыра ханым айтқандай нақты мақсат болған жоқ. Сол себепті просто хотелки болған. Сол себепті осындай қателік болып қалды. Ничего, бірақ кәсіпкерді ауыстырып, ары қарап жұмыс жасаймыз да. Жақсы, онда Жадыра ханым, сіздер қаласыздар ма? Жақсы, сау болыңыздар. Ернұрды таңдаған себебіміз ол біздің жобаларымыздың бірі автожуу-крафтың команда мүшесі болды. Өзіміздің командамызға, өзіміздің жобалардың ішіндегі жігіттері көмектесейік деген біздің шын ниетіміз болды. Бірінші, екіншіден бұл жігіт бізде бизнесте мүлдем тәжірибесі жоқ екен, білімі жоқ екен. Сол себепті біз тегін біздің курстарға доступ бере арқылы біз көмектесіп табысын арттырғысын деген ой болды. Екінші біздің ойымыз. Үшінші біздің ойымыз, бағанадай таңдаған себебіміз, біз бағанадай Ернұр үйінде ол ешкім бизнес жасамайды екен, және де үйіндегілерді қуантсын, табысын арттырсын, бизнесті жасап көрсін, және де біз декларация естеріңізде болса, егер де табысын арттырған жағдайда үйіндегілерді
Шымкент қаласындағы ең керемет мейрамханалардың бірі Сандық деген мейрамхана апаратынды біз айттық. Яғни бізде көңіліміз, бағанадай ниетіміз ол жігітке көмектесейік деген ойымыз болды. Неге именно Ернұр болатын болса, ол біздің жобамыздың команда мүшесіндегі жігіттер болғаннан кейін біз сол жігітке көмектесейік деген ой болды. Реалити шоу біз жалғастырамыз. Неге? Өйткені реалити шоу қазір Ернұрдың реалити шоуы аяқталды, бірақтан да реалити шоуды біз тағы да жаңа деңгейге шығардық. Бірінші, екінші, біз реалити шоуда бүкіл қателіктерін бәрін дұрыстап, енді реалити шоуға біз өзіміздің студенттеріміздің арасында таңдайтын боламыз. Мен ойлаймын, бұл реалити шоуда бағана Ернұрда нәтиже шықпағаны, ол ең бірінші. Бұл жерде біз тарапынан да, бағана Ернұр тарапынан да бағана жұмыс жасаған кезде бізде ең бірінші бұл біздің қателік жасағанымыз тегін ол кісіге біз доступ берді. Ол дұрыс емес. Яғни тегін, ең бірінші тегін нәрсе ешқашан, мен бағана айттым, құндылығы болмайды. Сіздер тегін, мысалы, телефон алсаңыздар, тегін машина алсаңыздар, тегін білім алсаңыздар да, ол құндылығын бағанада болмайды. Сол себепті біздің қателік бұл жерде тегін Ернұрға көмектестік. Сол кезде біз бағанадай қателік жасадық. Егер тегін емес, ақылы түрде үйреткен кезде бұл жігіт бізде нәтижеге шығатын еді. Сол себепті біз реалити шоуда бағанадай біз екінші реалити шоуда біздің өзіміздің студенттердің арасында таңдап реалити шоу түсірейін деп шештік. Екіншіден бұл жігітте зона комфортадан шыға алмады. Яғни қазір мойкада жұмыс жасап жүр. Біз оған айттық, мойканы сағат 4-ке дейін қысқарт уақытын, немесе жұмыстан шық дедік. Ол кісі бағанадай нағыламады. Зона комфортадан шыға алмады. Екінші. Үшінші, мен ойлаймын, Ернұрда мышление қалып қойды. Мысалы, істемей жатып, ол болмайды ғой дейді. Олай болмайды ғой, мысалы. То есть біз айтып отырық бағанадай поставщиктермен де сөйлесіп қойдық. Поставщиктермен де затты сатқаннан кейін, табыс тапқаннан кейін поставщиктің ақшасын беруге, яғни подразделяция. Біз оған да сөйлесіп, оған көмектестік. Бірақтан да Ернұр оны істемей жатып, ол зат өтпейді ғой дейді. Яғни істемей жатып болмайды ғой дейді. Үшінші вариант, яғни мышление. Ол бедныйдың мышлениясы деп айтсақ та болады. Төртінші вариант, біз оған даже жарнамаға, таргетке ақша береміз дедік. Сол мүмкіндікпен қолдан дедік. Кейін ақшаны, яғни табысын арттырған кейін ақшаны қайтара бересің. Біз саған инвестиция саламыз дедік. Бірақ ол варианты да қолданбады. Мен ешкімге қарыз, ешкімге болғым келмейді деді. Яғни бұл жерде қателіктер көрдіңіздер, бірнеше қателіктер болған. Зона комфортадан шыға алмады, және де шынайы мақсаты болмады бұл жігіттің, және де просто қателік болды. Яғни осындай көптеген қателіктер болғаннан кейін бұл жігітте бұндай әрекет болмады. Сол себепті біз келесі реалити шоуды таңдайтын кезде отборды өте қатал түрде таңдаймыз. Бірінші, екінші, өзіміздің пробизнес дочерний компаниядағы біздің практикум курсында оқып жүрген студенттердің арасында таңдайтын боламыз. Мен бағана айтқандай, ол ар жақта Азиктен сұрап жатыр. Кез келген бизнесте бастайтын кезде қиындық болады. Ол бизнес не для всех, яғни бизнес барлығына емес. Сол қиындыққа шыдай алсаңыздар, яғни тәттісін кейін соңырақ көресіздер. Өкінішке орай Ернұр қиындыққа шыдай алмады. Мен ойлаймын, бұл жерде қатты қиындықта болған жоқ, бірақтан да біз айтқан істеп жатқан тапсырманың барлығы орындаған кезде бұл жігітте болатын еді. Сол себепті бизнес бастаймын десеңіздер, қиындыққа түзе біліңіздер. Және де бизнесте проблема деген ол әрекет деген, яғни действие деген нәрсеге келеді. Сол себепті бизнес барлығына емес, бизнесті бастаймын десеңіздер, білім, тәжірибе жинап, өз-өзіңізге инвестиция салып келу керек. Сол себепті осы реалити шоуда дальше жалғастырамыз. Реалити шоу тағы да қызықты болады деп ойлаймын. Тағы да басқа кейіпкерлермен жұмыс жасайтын боламыз. Сәттілік. Ал біз Ернұрға келе жатырмыз. Қазір өзінен сұраймыз. Не үшін жобадан қатыспауды айтып жатқан? Ернұр, қалайсың, Ернұр? Қалайсың? Жағдайың қалай? Иә, кеп қалдық. Жалпы негізі мынандай, негізі Ернұрға біз айттық. Оның алдында ескерткен болатынбыз. Қайта-қайта ескерттік. Яғни отказ берме, ары қарай соңына дейін бар деп айттық. Бірақ енді белгілі бір себептерге байланысты өзі отказ беріп жатыр ары қарай түсуге. Так, себебін айтсаң, не үшін жобадан отказ беріп жатсың ары қарай жүруге бізбен? Қаражатым болмады оған.
қандай қаражат? кәдімгі зат алуға. Зат алуға. Одан кейін оны мен істейтін нәрсем уже срок өтіп кетті. Қандай срок болды? Жоқ, өтпейді де уже мен алатын нәрсем. Оны жасап көрдің ба? Жасап көргенде Жоқ, лайық белгі реклама ма? беріп көрдің ба? Жоқ. Вот. Көрдіңіз ба достар, мына жерде мына нәрсе бар. Жасап көрмей, любой нәрсені айтуға болады. Бірақ біз оған талай рет айттық, жасап көрмей ойын өзгерте береді, осындай және біздің де қателік бар бұл жерде. Біз таңдаған кезде адамдарға шешім қабылдай алатын адамдарды біз алуымыз керек. Тағы да қандай қиыншылықтар болды? Біз негізі ескерткен болатынбыз. Реалити шоудың басында осында келген кезде айтқан едік. Ернұр, оңай болмайды, шыдайсың, соңына дейін шыдасаң ғана жетесің деп айтқан едік. Бірақ енді қазір жұмыстан шыға алмай жатыр, жұмыстан 4-ке дейін жұмыс жасайды және жалпы негізі уақыт бөлмей жатыр. Тағы қандай қиыншылықтар болды? Ол бәрін айттым ау деймін, одан басқа жоқ. Одан басқа жоқ дейді. Жақсы, негізі реніш жоқ қой? Жоқ. Барлығы нормально ғой? Иә, нормально. Енді просто мынандай нәрсе бар, енді соңына қорыта керек достар. Негізі кез келген адам негізі кәсіп бастай алады. Кез келген адам. Бірақ кез келген адам кәсіп бастайтын кезде, бизнесті бастайтын кезде, бір тірлікті бастайтын кезде сол қиындықтарға төзе алмайды. Бұл уже біз көріп жатырсыздар. Ойларыңыз бар болатын болса, бизнеске деген ойларыңыз бар болатын болса, қиыншылыққа төзуге дайын болыңыздар. Ары қарай біздің кейіпкеріміз ауысатын болады. Яғни біз басқа адамды біз кейіпкер ретінде аламыз, басқа адамдармен жұмыс жасайтын боламыз. Бұл жоба тоқтап қалмайды. Және де өз ойларыңызды кәсіп бастаған кездегі қиыншылықтар, болатын қиыншылықтар және де басқаша өздеріңіздің ойларыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Және лайк басыңыздар, біздің каналға тіркеліп алыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі жобаларда жолыққанша.